Біріншіден, қолмен сурет салатын мәселеге келетін болса, мен тек маман ретінде ғана айтам. Ол әркімнің өз кәсібі, біреудің кәсібіне қол салып, немесе біреудің нанын тоқтатайын деп жатқан жоқпын. Шариғатымыз жаны бар заттың суретін салуды тыйым салады. Соған ертең қияметте жан бар деп сұралады деген сөз үшін жаны бар нәрсені суретін салу дұрыс емес. Тек қана егер сіз бір сондай өнер факультетінде, сондай бір жерде оқып жатсаңыз, мысалы архитектурада оқитындарға сурет салғызады. Сондай кезде сізге тапсырыс, яғни міндетті түрде салу керексің деген баға қойылу керек мәселе болса, салыңыз, салып болғаннан кейін қайтадан суретіңізді алыңыз. Сөйтіп өшіріп тастаңыз, жойып жіберіңіз баға үшін. Ал басқа уақытта негізі ол суретті қалдыруға болмайды, жаны бар нәрсенің суретін салып қоюға болмайды. Және осы жерде қосып кететін мәселе, молдекеңдер кейде айтып жатады, кейде ұмытып кетіп жатады. Үйге жаны бар адамның суретін іліп қойып жатады. Дүниеден өткен аталарының, апаларының суреттерін іліп қойып жатады. Сол кісілерге айтатыным, қатты сағынып баратсаңыз, альбом қылып жаныңызға қойып қойыңыз. Олай іліп қоймаңыз. Жаныңызға алып жүріңіз. Немесе бір альбомға сап қойыңыз, сағынғанда өзіңіз көріп тұрасыз. Ал ондай іліп қойсаңыз, ол үйге періште кірмейді. Ол жерде оқылған Құран періштенің құлағына шалынсын деген дұғаларыңыз қайда кететінін өзіңіз көрдіңіз. Сол үшін айтатыным, баяғыда үлкен молдаларды көрген жақсылар бар шығар, үлкен қариялар бар шығар араларыңызда. Баяғыда молда біреудің үйіне кірген кезінде айнаның бетін жаптыратын, суреттің бетін жаптырып қойдыратын, білсеңіздер. Неге істейді десеңіздер, сол жерде адамның бейнесі болмаса екен, сол дұғамыз қабыл болса екен, оқылған Құранымыз далаға кетпесе екен деген ниеті болатын. Сол үшін бауырлар, сурет мәселесіне өте мұқият қараңыздар. Қатты сағынып бара жатсаңыз, сол суретті сақтап, альбом қылып үйіңізге қойып қойыңыз. Сағынғанда ашып көріп тұрасыз. Ал көп адамдарды білем, үйінің төрінде ілініп тұрады, оны көрмейді да, қарамайды да, соның жанында жүре береді. Одан гөрі жақсы қылып альбом қойып қойсаңыз, сағынған сайын көріп ашып тұрасыз. Қазір мына заманда телефоныңызда бар, қолыңызда телефоныңызда сақтап қойыңыз, анда-санда сағынғанда ашып көріп тұратын. Ол бір. Екіншіден, енді телефон мәселесіне келген екен, суретке түсу мәселесі. Егер естелік үшін сол адамды мен қайтып көре аламын ба, көре алмайын ба, осы мәселе бір әдемі жолығу болып қалды, өзіме бір сондай бір жақсы болсын деген амал болатын болса, онда ол ондай суретке түсуге болады. Бірақ жаңалдегі барлық жерге барып алып, оң жағынан, сол жағынан сомен айналысып, немесе сурет қуып, біреулер бір үлкен таудың басына барып суретке түседі, оттың жанына, судың жанына, талдың жанына барып түсе беру, бұл енді жақсы іс емес.